Түннің бір уағы болды, бірақ жігіт әлі де ұйықтай алмады. Сағат таңғы 3-ті көрсетіп тұрса да, көз ілуге мүлде ықыласы жоқ еді. Жас жігіт әлдеқашан ұйықтап кеткен сүйіктісіне қарап, оны жай ғана сүйіп жатын бөлмеден шықты. Ұйықтауға көмектеседі деген үмітпен бір бөтелке шарап алды. Бірінші бокалдан кейін ол шкафтың жанындағы қабырғада ілулі тұрған суреттерге көз жүгірте бастады. Суреттердің барлығында ол өзінің сүйікті жарымен бірге бейнеленген. Онымен бірге болғанына өзін қандай бақытты сезінді. Ол әрдайым қасында болып, ең ауыр сәттерде қолдау көрсеткен жан еді. Соңғы 2 жылда ол әкесінен және анасынан бір күнде айырылғанда жанында қалған жалғыз адам Марта болатын. Барлығы бірге болған жақсы күндерді еске алып, ол ескі суреттерді қарап шығуды шешті. Бір бокалын алып, шатырға көтерілді. Дәл сол жерде анасы отбасының барлық фотоальбомдарын сақтайтын шам патрон да жоқ екен. Сондықтан ол әрдайым жанып тұратын жарықты өшірді. Қорапты шығарып, суреттерді бірінен соң бірін қарай бастады. Міне, ол кішкентай бала көшеде қолында баян ұстап тұр. Міне, ол анасының құшағында, ал мынау оның ең жақын досымен түскен суреті. Ал бұл не? Ол кенет суреттерде өзінен басқа тағы біреудің бар екенін байқады. Бір қыз, ол бір түрлі таныс көрінді. Марта ма? Жоқ, бірақ өте ұқсас, тым ұқсас. Міне, ол тағы да бар. Бұл мүмкін емес еді. Ол кезде ол да шамамен 12 жаста болған. Ал оның жүзі ше, құлағынан құлағына дейін созылғандай әлгі жымиысы бірақ жоқ. Бұл расымен де ол еді. Оның жүзі соншалықты үрейлі көрінді. Жігіттің маңдайынан суық тер бірден шығып кетті. Марта ол барлық суреттерде болды. Барлығында. Бұл қалай мүмкін? Сол сәтте жігіт біреудің өзіне қадала қарап тұрғанын сезді. Марта, ол оған қарап тұрды. Бірақ суреттегі Марта емес. Мен әрдайым сенің қасында болдым, жаным. Мен сені күтіп жүрдім. Ал сенің туыстарың бізге тек кедергі келтірді. Сен тек менікісің, тек менікі.